Қайырлы күн. Бүгін қаржылық сауаттылық, соның ішінде акция дегеніміз не, соған тоқталатын боламыз. Акция бұл компанияның шағын үлесі. Сіз белгілі бір компанияға инвестиция жасап, оның иесі боласыз. Компания дамыса, оның акцияларының бағасы да өседі. Жалпы алғанда акциядан табыс табудың екі жолы бар. Біріншісі, акцияны арзан бағада сатып алып, қымбаттаған кезде сату. Екіншісі, тұрақты түрде дивиденд алып отыру. Жалпы акцияны былай түсінуге болады. Бұл қой сатып алып, оны бағып қағып, кейін пайдамен сатқанмен тең болып есептеледі. Қалай бастау керек? Алдымен инвестицияға бөлінетін соманы, яғни біздің қолымызда қанша ақша бар, және біз ол ақшаны қалай қолданамыз. Жалпы акцияның бағасы қаншада тұрады, яғни ол акцияға мысалы қанша теңге болатындығын ескеріп білуіміз қажет. Мысалы, 10 мың теңгелік акция болуы мүмкін, 20 мың теңгелік, мүмкін 5 мың теңгелік шығар. Яғни белгілі бір ақшамызды соған арнап бөлетін боламыз. Белгілі бір ақшамызды реттеп алғаннан кейін сенімді брокер таңдаймыз. Осы жерде брокер, дивиденд деген түсініксіз ұғымдар болуы мүмкін, оларға бөлек тоқталатын боламыз. Өзіміз білетін, түсінетін компанияларға инвестиция жасауымыз қажет. Яғни біздің күнделікті көріп жүрген компаниялар. Мысалы, iPhone-ды шығаратын Apple компаниясы деген сияқты. Жалпы есімізде болу керек, инвестиция бұл ұзақ мерзімді процесс. Қысқа мерзімді өзгерістерге алаңдамай сабыр сақтауымыз қажет. Сонымен қатар бізде дивидендтік акциялар деген болады. Ол дивидендтік акциялар компания өз табысының бір бөлігін акционерлерге тұрақты түрде төлеп отыратын акциялар. Яғни олар 30 жылдап, 40 жылдап тұрақты түрде дивиденд төлеп отырған компаниялар болып табылады. Мысал ретінде Қазақстаннан мынандай мысал келтіруге болады. Халық банк, яғни соңғы жылдары тұрақты дивиденд төлеп келеді. 2023 жылы бір акцияға 22,76 теңге төленді. Яғни 22,76 теңге төлеген. Егер біздің қолымызда 1000 акция болатын болса, біз тұрақты түрде 22,760 теңге табыс алатын едік. Енді осы жерде ескеру керек, Халық банк мысалы дивидендті жылына бір рет төлеуі мүмкін, әлде жылына 2 рет төлеуі мүмкін. Егер 2 рет төлейтіндей жағдай болса, біз 22,760 теңгеден 2 рет аламыз. Бұл да бізде тұрақты табыс болып табылады. Яғни дивиденд арқылы акцияның бағасы өспесе де, біз табыс әкелетін сенімді жолдардың бірі деп дивидендті қарастыра алады екенбіз. Назарларыңызға рахмет.